Bir minut қосылсын. Жиналысты бастамас бұрын мынандай тіркеу қағазы, яғни регистрация деп айтамыз ғой. Ешіне мәжбүрлі просто қатыстым деген сөз. Кішкене қаттырақ сөйлейді. Мынау қатыстым деген сөз регистрация. Өтінішіңізді сұрайын. Бірінші бауырым сіздер өздеріңіз таныстырып өтті. Қазір. Сağ Yolda sağ olun. Тарап жейін бе? Мына жерде қазақша, орысша. Біреу қазақ, біреу орысша. Екеуінде өтіп жазылып. Астына бір нәрсе. Бір қалың нәрсе жоқ па? Қазақша білмейтіндер бар ма? Ой, орысша білмейміз. Жарайды. Қазір оны шешеміз. Қазақша білмейтіндер бар ма? Астына оқып жүрсін. Сізде оқитын қағаздарыңыз бар ма? Менде иә. Алып жүріңіз. Зияданова. Зияданова. Қазір просто аш жесең, слушай, ары қарай өзім көресің. Бастай берейік. Сәлеметсіздер ме, құрметті қоғамдық тыңдаудың қатысушылары. Өзім таныстырып кететін болсам, мен Қарабалық ауылдық округ әкімі аппаратының бас маманы Зияданова Ақмарал Қаржығызы. Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасына Қытайдың Синсин құрылыс және даму компаниясы жауапкершілігі шектеулі серіктестік филиалы Қалбатау Май-Қапшағай республикалық маңызы бар автомобиль жолының 906-да 13,1 километрін қайта жаңарту жұмыстарын аяқтау үшін пайдаланылатын Шығыс Қазақстан облысының Тарбағатай номер 28 КП 29 және Зайсан КГС, Зайсан КГС-Р номер 42 аудандарында орналасқан 5 учаскеде кең таралған пайдалы қазбаларды өндіру жөніндегі тау-кен жұмыстарының жоспары бойынша ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдау өткізіледі. Қоғамдық тыңдау жергілікті атқарушы органдардың, мүдделі қоғамдық ұйымдардың, жергілікті тұрғындардың қатысуымен өткізіледі. Қоғамдық тыңдауды ашық деп жариялаймыз. Сәлеметсіздер, құрметті Қарабалық ауылының тұрғындары. Мен атым Мұрат Көстен болады. Жиналысты бастамас бұрын біз төраға мен хатшыны сайлап алайық алдымен тәртіп бойынша. Төраға ретінде Зияданова Ақмаралды ұсынамын, хатшы ретінде өзімді Мұрат Көстен жүрпайының атқарушы директорымын. Төрағалық пен хатшыға қарсылық жоқ деп ойлаймын. Қарсылық жоқ па? Атыңыз не? Мұрат Көстен. Көстен. Мұбарак Көстен. Екінші мәселе, жиналысты қазақша тілінде өткізуге ұсынамын. Бәрі келісіп тұр, бір ауызбен, қарсылық жоқ деп ойлаймын. Жолдың тәртібін айта кетейін. Енді қоғамдық тыңдау ашылды 5 минут. Баяндама оқиын 10 минут. Бәрін түсіндіріп кетіп, не үшін біз келіп тұрмыз. Сұрақтар жауаптар 15 минут болсын. Қорытынды жасау 5 минут, яғни жабу процедурында. Баяндамаға көшейін, рұқсат болса. Бүгінгі жиналыстың тақырыбы Қалбатау Май-Қапшағай республикалық маңызы бар автомобиль жолының 906-1321 километрін қайта жаңарту жұмыстарын аяқтау үшін пайдаланатын Шығыс Қазақстан облысының Тарбағатай және Зайсан аудандарда орналасқан 5 учаскеде кең таралған пайдалы қазбаларды өндіру жөніндегі тау-кен жұмыстарының жоспары. Яғни мен бағана айтып кеттім, 5 участок. Тарбағатай ауданында 2 участок, 28 КП және 29 карьер. Ал Зайсан ауылға қарайтын 3 карьер, ол Зайсан КГС, Зайсан КГС-Р және 42 карьер.
яғни 3 карьер осы жерге қарайды. Біз мына бағана өткіздік Тауке деген Қарабатай ауданда. Енді сізге келіп отырмыз. Мына жиналыстың инициаторы Синсин құрылыс компаниясы. 24 жылда 11 қараша айында мына жолды ұзартуға Қазавтожол шығарды, ұзарту деген қосымша келісімі. Яғни осы жол 30 қараша айына дейін, 25 жылдың аяғына дейін ұзартылатын болады. Сондықтан бізде 3 карьеріміз мына Зайсан ауданға қарайтынды, оны ұзартып жатырмыз. Негізі көп жолдың көп жерлері біткен. Бірақ та Қарабалақтың тұсында мына және ары қарай несіне китайский границаға қарай кейбір жерлері бітпеді, обочиналар яғни. Сосын Майқапшағайдың несі бар ғой, екінші полосаны қосатын болды, соған щебенка керек қажет еді. Так, именно осы жерде өткізіп жатқан себебіміз мынау ең жақын елді мекен болып табылады, Қарабұлақ ауылы карьерлерге. Карьерді қазу 1 жыл болып табылады мерзімі. Соның ішінде 42-ші ол топырақ карьері, грунтовый деп айтамыз. Зайсан КГС-Р ол 2 карьер. Ну, по сути, ол 1 карьер. Р деген расширение ол кеңейтілген. Так, карьердің орналасқан жерін көрсетейін. Қарабұлақ ауылынан 4,5 километр қашықтықта орналасқан карьеріміз. Мына тұрған не ғой, чұңқыр. Чұңқыр, сосын бәрі көріктір ма? Түсінікті. Сосын ана тас карьері Кенсайдың тұсында баяғы Мичуринский ауылы болып, сол щебенка өндіретін. Сол бұрынғы жер бар. Ол бәрі действующий карьер, бірақ оны ұзартылады. Ешқандай көлемдері, объемдары, яғни площадьтары және тереңдікке үлкеймейді. Сол қалдықтарды бізге ары қарай жалғастыруға жобамыз осы. Үшіншісі мына щебенка карьер ол 2 карьер болып табылады. Зайсан КГС-Р ол қасында тақап тұр, расширение бар, әрге бағбер. Енді технология бойынша ашық түрде қазылады, яғни экскавационный способпен. Сосын топырақ карьері 5 метрге дейін қалдықтарды өндіріп кету. Ал щебенканың карьері где-то 15 метр. Бірақ ол тау ғой, таудан бастап 15 метр. Енді теп-тегіс болады. Сосын тау карьер, щебенка өндіретін карьерлерде Зайсан КГС-Р'ді бұрғылау жару жұмыстары өткізіледі. Топырақ карьерде ондай болмайды, бұрғылау жару жұмыстары. Бізде Қазақстанда жер қойнын пайдалану, яғни қатты пайдалы қазбаларды, топырақ пен щебенка тас, құрылыс тас, рұқсат режимінде алынады. Яғни Синсин құрылыс компания, шет компания болған, шетел мемлекеттік. Оған коммерциялық түрінде құқық берілмейді, ол лицензия мен контракт. Ана жерде оларға рұқсаттан бір айырмашылығы контракт пен лицензияның. Ол осы топырақты және құрылыс тасты үшінші тұлғаларға сатуға болмайды, беруге болмайды. Или өз мақсатында пайдаланады. Тек қана осы реконструкцияланған жолға. Енді бағана айтып кеттік қой, қазу мерзімі осы жылдың аяғына дейін. Екі жыл 16 бапқа сәйкес жер қойнын пайдалану кодексі Қазақстан Республикасының. Мына инициатор Синсин құрылыс компаниясы яғни.
6-8 айда осы 3 карьерді жауып кету керек. Яғни қалпына келтіру деп айтамыз ғой қазақшасында. Орысшада проект рекультивацияның бәрін өту керек. Ол осы жылдың аяғына дейін қазып болады ғой. Содан бастап 6-8 айдың ішінде топырақ карьерді 10 градусқа дейін құлатады борттары, яғни технический рекультивация. Сосын егер шөп өспесе, өсімдік қабаттан, оны житняк деген шөпті егеді. Ал құрылыс тас карьерін оны 10 градусқа тегіс істемейді, яғни уступ болып тауды жарып, сосын үстіне с крышаны қайттан жабады. Ал борттарды 65 градусқа дейін тегіс істейді, өндіру жұмыс кезінде. Сосын енді алдында бір мәселе көтерген, былтыр келгенбіз біз тоже осы ауылға. Қасымызда топырақ карьер шұңқыр бар ғой, соны рекультивация істемей, бұл борттарды құлатпай, полигон ТБО деген соның орнына жасайды деген сондай ұсыныс шыққанды әкім тарапынан. Мен оны сұрақты облыстың акиматта көтердім Өскеменде, жер қатынастардың бөлімінде. Ол айтты бізге, мынандай полигон ТБО-ны жасау үшін биомембрана жасау керек, цементировать бәрін, яғни изоляционный болу керек, изоляцияда тұру керек. Өйткені ана жақта неше түрлі токсичный заттар, сулы химиялық заттар тастаған кезде жер асты сулар ластанады. Сондықтан бізге сөйтіп айтты, мына карьерді ликвидация істеңдер, яғни рекультивация. Тегістеп бәрін шұңқырды қалпына келтіріңдер. Ол не үшін істеледі, яғни малдың, адамның, техниканың қауіпсіздігі үшін, құлап кетпеу үшін. Сол менің баяндамам аяқталды регламент бойынша. Егер мен бір жерлері айтпай кетсем, егер бір нәрсені түсінбесеңіз, қазір сұраңыз менен. Сенсин өкілдері мына жерде тұр, қатысып отыр. Сұрақ-жауаптарға көшейік. Сонда мыналардың сұрағы бітіп қалып отыр ғой? Сұрағы бітіп қалып отыр. Соны ұзарту керек. Действующий карьерді ұзартамыз ғана, болды. Ешқандай объемдары үлкеймейді, расширение болмайды, тереңге барлау жұмыстарының кезінде госпалансқа тұрғызған кен пайдалы қазбалардың объемдары жолға пайдаланады. Яғни кен пайдалы қазбалардың түрлері, бағана айтқан топырақ және құрылыстар. Екі түр болды. Ал Тарбағатайдың екі карьері ол ПГС карьері. Тау-кен қасында жолдың қарама-қарсы. Ол сізге қатысы жоқ, сізге нақты осы үш карьер. 42-ші Зайсан КГС, Зайсан КГС. Зайсан КГС, Зайсан КГС ол бір жерде орналасқанда, бірақ есепте ол екі карьер болып табылады. Ол бір-біріне тақап тұр. Сонда биыл күзге дейін жабылады ме мына карьер? Міндетті түрде. Синсин құрылыс компаниясы оларды қазір контракт ұзартты ғой бір жылға. Ол бір жылда қазады ол, сосын 2 жыл гарантиясы бар осы жолға. Мен айтуым мына жолдан келіп отыр екенсіңдер. Бір сұрақ қоюға болады ма? Мына карьерге қатысты. Карьерге қатысты мен айту жолдасыңдар ғой енді. Жолдың несіндесіңдер ғой үшін. Мына жерде міне бізде міне ауылда жылқы қатты соғылып жатыр. Иә. Жылқы дегенің страшный соғылып жатыр. Не астында көпір жоқ, мынаның астында заң бойынша міне ауылдың поселканың астында көпір болу керек болған. Ол жолға байланысты сұрақ еді ол кезде. Жоқ, енді мен айтып алайын енді. Сіз тыңдаңыз енді. Ол бірме, оның бәрі істелінбей қалды. Екінші, әлі тура мұнайдың қасында. Турана, мына жағында сестрна тұр ғой, сестрна сол мына жағында жоңышқа тұрады қоршаудан. Тура сол жолмен келіп жылқыларды шығып, алдын жауып тастаған ана темірді. Иә, трассаны жауып тастаған. Бұрыннан тігасып жүрген ғой. Ол мал болған екен, ол битеп ана жерден бұрылып бармайды ғой ол. Иә, соны мен
Осы міне әкімге де көтеріп жатырмыз, ауданға да көтеріп жатырмыз. Ананың алдынан ана хотя бы ана 4 темірді алып тастау керек ананы. Что мал келгенде бірақ арға тасып кететіндей. Ол ана жерге қамалатты, мына жақтан келе жатқан машине, мына жақтан келе жатқан машине кәдімгідей аналарға сигнал береді кәдімгідей. Сигнал беріп ана жылқыны қуған кезде жылқы қайда барарын білмейді. Көрдіңіз бе? Вот содан кейін барып ана жолы тағы да міне біздің мына молдамыздың 2 жылқысын бірақ ол соғып кетті. Енді анау шопыр, сіз ойлаңыз, ана тірі жылқының қолын жұлып әкеткен. Жұлып ана қол ненің мәшиненің ішінде қалған. Бұл деген енді сұмдық скорс қой енді. Енді осыларға бір кішкене шектеу қойса, знак қою керек. Знак ана жол көтергенбіз, ол тағы қалды міне. 1 грамм оны ешкім ана жаққа жіберді, анда жіберді дейді. А фактически істелініп жатқан шаруа жоқ ана жерде. Сұрағыңыз жөнінде, как раз осы жерде начальник техники безопасности охраны тұрды деген. Иә. Соған қатысты сұрақ Вот қой. сондай шаруадар міне. Енді бұл енді тіпті болмағанда ана знактарды жиілетіп қойып, андардың неміне камера қою керек пе, мәшинені ақылдап тұру керек. Не болмаса мына жылқыны төлемейді. Мына жылқының иесі төлемейді десе мәшинені, вот сонда бұдар шектеу болады мына. Бұдар келеді деп береді, әйтеуір жылқының иесі төлейді дейді де, болды, осылай жатады міне, жоғырдың бәрі. Ол дұрыс емес қой енді, совсем. Енді шама жеткенше бағып жатырмыз. Кейде бұл енді нетіп қаламыз әгі, таба алмай қаламыз малды. Вот сосқылдеп осыған бір немене, бір жолын қойса осыны дұрыстап отырып. Знактарды. Бұл өте немене болып тұр. Ертең үйде жатқан адам не за что сотталып кетеді ғой мысалы. Қан жерде кісі өлім болса, Құдай сақтасын оның бетін арғысын. Енді тіпті бар ғой, енді анау деген енді тірі жылқының қолын жұлып алғаны камераның ішіне жату деген әйел құшақтап отыр дейді бүйтіп кәдімгі қолды. Анау енді страшный скорость қой. Не кәдімгідей гаидар жүрсін ана жердегі қанша еді өзі положено, дзон ба, дзонмен жүретінде ұштап анағы немене сергек пе немедер бар ғой түсіріп алатын. Вот сонда бар бұл шектеу болады. Бір жағынан осы халыққа кетті, осы жермен қиын болып тұр енді. Ат жөніңізді айтып жіберіңіз. Ат жөнім Иманов Болат, осы Қарабұлақтың тұрғынымын. Рахмет. Қамалып қалып тұрған жерге. Соған машинасымен алып береді, ол қашқан қайда бар? Несі кіре алмайды не? Еще онымен қоймаға бір-біріміз. жас жігіттер келіп жатыр, сигналды береді әкесін танытып отыр. Ол енді үркенің жылқы қайда бар еді? Не былай барғанын білмейді, не темірдің ішінде қалады да, қоршауда. Сосықылды шаруадар. Мен атым Ерлан, сіздің неңіз дұрыс, мұнда бәрі жазылып жатыр. Бұл нені мен Қытайдардың алдындарында көтерім. Мына енді ана криволинейный брусты сіз айтып отырсыз, ол енді проект бойынша қойылған. Оны қазір енді бұлай алып тастауға ол келмейді. А мына енді дополнительный сіз айтасыз знак, әлі мына 9-шы участок сіздердің қарама-қарсысында тұр қазір. Бізде каждый участок бөлінген ғой. Сонда 9-шы участокте мұнда әлі знак қойылған жоқ до конца. Бұл вообще жол әлі тапсырылған жоқ. Оның бәрін қазір мынаған жазылған соң кейін біз Қытайдарға жеткіземіз. Мына перегон скота деген знакты дополнительно қойғызамыз. Соң кейін ана скоростимерді мына именно Қарабұлақтың қарама-қарсысына совет береміз, чтобы знактарды дүзон емес, 70 қойсын или одан төмен 50 қойсын, сондай знактарды қойып, солай ғана біз тоқтата аламыз нені, машиндерді. Ертең ол машинаны жылқыны қағып кеткенде, уже иесі жылқыны нетпейді, а машин қатысты келе жатпайдан уже біз гайды келеді. Сонда айтады, мұнда мынандай знак тұрған, сен неге скоростьті үлкейттің. Содан солай ғана біз оны нете аламыз.
тоқтату. Мынандай авария, сіз айтқандай, мына жылқының аяғы, қолы жұлып әкетті, не дай бұл. Мына жерде әнеугүні сіздер өздеріңіз, мына жерде күздігін бізде даже бір Қытайды қағып кетті бір машина. Әлі қағаз біткен жоқ. Онымен әлі жүріп жатыр жұмыстар. Бір жігіт ана судың бойы бар ғой ана, сендер сол жерде анау не песок шашып жүрген поворотқа. Қытай. Сонда Қытайды қағып кетті. Мәшине. Иә, бізде сендерде мына Зайсанда больницада жатты, содан кейін Қытайға алып кетті оны. Қытайда ғой қазақ дейміз. Қытайды. Содан қазір сол әлі инспекция тұрда, сонымен әлі біткен жоқ қой жұмыс. Сондайлар дұрыс, мына жерде елдер қатты жүреді, мына жерде талай кісі мен мына жерде істегенде, талай кісілер мына жерде қайтыс та болып кетті. Машина аударып қалды судың жанында. Мынаны қазір өткіземіз, біз ана Қытайдың алдында мына вопросты сіздің көтеріп айтамыз. Неде де жазылып жатыр ғой? Қытаймен жақсы жеткізу, қосымша Қазавтожолға жеткізу керек деп ойлаймын. Қазавтожолға да жеткіземіз. Олардың компетенциясы. Айтып, мынандай дополнительный знак қойған, ол не ғой, ГАИмен согласовать етіп қойсақ, халықтарға да жақсы қой енді. Мына жолдың бәрі халық үшін істеліп жатыр ғой, біз үшін. Біз енді бәріміз халықпыз ғой. Сол вопрос сізге рахмет, оны біз көтеріп. Оны міне. Мінекей бәріне қояды оны. Оны жетеді, қазір мына жол тапсырылған жоқ, оны қойса, әлі обочина жасалған жоқ, бермадар жасалған жоқ, ана знактың тумбадары. Километр түк жоқ әлі. Бұл жолды тапсырамыз ғой, биыл. Сол кезде бәрі қойыламыз, и дополнительно сіздің жаңағы вопросыңызды көтеріп істеткіземіз. Содан кейін мына ауылдың мына шеті, ана трастың шеті, анандай темірмен қоршала ма? Қай жерде? Міне оны проекттен қарау керек. Мен мына жерде білмей тұрмын, бар ма ондай? Ол қорша емес, ол ана криволиний брусты айтып тұрсыңыз ғой, иә? Мына екі жағынағы... Оны проектті қарау керек, мен оны точно сізге айта алмаймын. В будущем может қойылады, а проектті қарау керек. Проекті бар ма жоқ па, мен на 9-шы участоктың білмей тұрмын. Әлі көресіңдер, оны немене, алып тастау керек пе или? Жоқ, бұл енді қажетті жоқ қой деймін. Не астында немене болмаса скатон перегой ағы манут өтін жер. Енді үсті ашық болу керек қой бұл. Анандай жаңағы темір болатын болса, мынау қамалып қалады. Оны мен точно білмей тұрмын, проект бар ма жоқ па. Оны мен Қытайдарға айтам, есіміне жерде, раз в свое время скотопрогон жасамада, онда ана жерде проход хотя бы болсын, ана темірмен қоршама ұстамасын. Мен көріп жүрмін ғой, сіздер малдардың суға барады, жердің астынан су шығып жатыр ғой. Сол жерді айтып тұрсыңыз ғой, сол жер емес, вообще бірақ мына неменеге дейін ана. Плакатқа дейін. Бұл қажет жоқ уже мына жерде. Мына темірмен қоршау деген бұл. Темірмен қоршасаң, онда астынан жол болу керек. Онда біз айтамыз Қытайдарға, как его, просьба жителей, что мынау керек жоқ, олар ондайды Қазавтожолмен согласовать етсе, алып тастайтын болса, онда алып тастаған оңай ғой. Ол удешевление материала. Жоқ, ол бізге қажетті жоқ. Қойған наоборот қиындау, алып тастаған ол оңайлау. Жоқ, одан кейін бар ғой, енді сіз мына 8-ші база өткізді дейсіз. Ана жолда уже тапсырып тастады не бұдан? Енді тапсырып тастаса, ана жолы тағы осы тема үшін солағы шаруаны еттік қой біз алдыда темірді алу үшін. Мен айтқанмен, неге алдыртпаймыз ананы дедім ғой мен. Бұл ана біз алдымен тапсырып алайық деп айтты дейді. Тапсырып алғаннан кейін қайтадан Қазавтожолға біз қайтадан арыз жазуымыз керек екен. Ана осындай жердегі осынша метрдегі темірді алып тастау керек деген. Біз сенсин ғой, біз генподряд. Біз оны бұлай тапсыра алмай қаламыз. Ертең комиссия өтеді ғой, комиссия өтті ғой. Сонда олар айтады, мына жерде не қойған жоқсыңдар ана криволинейді просто. Сол үшін олар ала алмайды, бұл проектте отыр. Бүкіл трасса біткеннен бірақ? Жоқ, бүкіл трасса емес, мына 8-де енді вопросты көтеруге болады.
мына неге ДО, сендерде ДО бар ғой. ДО мына қазір уже машина жүр ғой, обслуживать етіп мына жолда. Со ДО, как его, уже мынандай вопрос қойса через қазір автожол, онда ана промежуток ана нені алып тастауға мүмкін. Иә. Былтыр менің мал жайып жүрген кезде кәдімгідей ана жеңіл машинелер келіп мал трассадан күндіз жарықта өтіп жатыр ғой. Таптап кете салады неше. Сонда мен ойлаймын, әлде адамға өзі бәрібір болып кеткен бе, өлім не бәрібір болып кеткен ғой. Анау еске алатын келіп соғылатын болса, енді ол жерде кім кінәлі? Малшы кінәлі ме, шопыр кінәлі ме? Ол бір енді өзінің өлетінін біліп тұр ғой ол адам. Ақырындау болады. Ақырындау неге жүрмейді? Соған айтып отырмын ғой, знак қойып енді. Иә, соңғы камера қойдырту керек мынаған. Енді ол камераны, мына проекті жоқ, оны потом сіздер енді уже через акимат олай істемесе, бізде проекті ол жоқ. Ол жоқ па сіздерде? Камера жоқ бізде. Мен ана жолдағы, ана жерде солағы жылып соғылғаннан кейін ана каидар тұрған соң барып сөйлестім мен. Сөйлесіп әкелерде жігіттерге айттым, мынау не деді, мынау не деген сұмдық мынау. Дегенмен ол айтады, мен айттым, қайдағы сендердің радардарың әке? Мына мәшінде бәрібір скоростьпен келе жатыр, иә. Енді мына положенасы дзон. Дегенмен аға оның бәрін бізден алып тастаған дейді. Ал енді мына мәшінде өтіп бара жатыр, мынау қаншамен кетіп барады примерно, сен айтшы дедім мен. Аға дейді, мынау өлдім дегенде 150-мен кетіп барады дейді. Ана жерден тура мұнайдың немесінен. Вот міне көрдіңіз бе? Енді солай жол жасады қайтеміз. Жоқ, ол жасасын, енді халыққа да зиян болмау керек қой. Енді сол выход только знак қойып. Сол знақты қойдырып, сол камераны қойдырту керек. Жаңағы 60-ай награждение қайда? Иә. Соның орнына көбірек знак, макет, анау қой берсін, соның ақшасына. Да. Сонда получается жолдан қауіп болып жатыр, карьерден емес. Жолдан қауіп шығып жатыр. Иә, жолдан қауіп шығып жатыр. Карьерден емес. Карьерден емес пока. А енді карьерден өздерің енді тегістейсіңдер енді ана жерде қанша мусор жатыр ғой енді. Енді ана бізге немелеге берілмейтін болса ауылға, енді онда ананы дұрыстап отырып тегісте келесіздер ғой. Оны тегістемей бізде жол қабылданмайды. Алдыңғы жиналыста мен сол сұрақты жалғастырып көтергенмін ғой. Енді жеткізіп отырмын сізге. Полигон ТБО істеуге болмайды деп шешім шықты. Бір сұрақ. Айтып болдың ба сен? Иә, болды, маған айтты. Мен бұл ана мен Толысар Қаділбек, осындағы ардагерлер кеңестің төрағасы. Ана қатты қалдық тастайтын Чұңқырды бастама көтеріп жүрген біз. Ананы бізге қалдырса деп. Сіз ана күн осы неге болдыңыз ғой? Болған, онда да айттым. Ананы бізге қалдырса, керісінше сыртына бурт жасап беріп, сол күйінде, сол Чұңқыр күйінде қалдырса дегенбіз. Өйткені біз ауылға анау дәл. Өйткені бер жағындағы жаңағы ана облыстан айтты деңіз бе? Сементтеп бәрін сементтеп береміз. Биомембрана. Ол ертегі. Ол еш уақытта болып көрмеген нәрсе, енді болады дегенге сенбейміздер. Ана астын бәрін сементтеп беру қашан болмыздар? Өтірік сөз ол болмайтын нәрсе ғой. Сөз жүзінде. Иә, сөз жүзінде. Енді сондықтан ананы әлде бізге қалдыруды сұраймыз. Ол үшін енді бізден не керек? Қайсы не бар? Халықтың қолдауы ма? Жоқ, халық деп қол жинап береміз. Управление земельных отношений Восточно-Казахстанского жер қатынастары бөлімі бар ғой сізде? Облыстың именно, аудандық емес, облыстың. Соған арыз жазу керексіз. Мына карьерді, борттарды құлатпай, целевое назначение жайылым ретінде полигон ТБО-ға ауыстырайық деп. Қазір оның целевое назначение добыча полезных ископаемых болып тұр. Ол бар ғой, аға. Соны сөйтіп. Аға, анау бортын, бұл кең, анау жерде тұр ғой, анау кең сайын павильонында. Ол бортын құлатқанның өзінде Чұңқыр болып қалады ғой. Егер карьер жасап алсақ, босақ білесең болды, сол Чұңқырға өзің төге бересің. Бұлардың кісілерге қатысы жоқ қой. Бұлар орыс жоқ, онда мен ойлап тұрғаным, ана ішіндегі салафан анамаудың бәрін тағы қуып шығады ғой. Жер соғып айтып бүйтіп, тағы да бері қарай айдап шығады. Керісінше сол Чұңқыр күйінде қалса, жақсы болар еді, 2-3 жерден кіретін неме жасап берсе, кіріп шығатын. Сонда жақсы болар еді деп ойлаймын да, керісінше сыртына бурт жасап берсе.
ішіне су түспейтіндей Телефон ана биіктен де шығып тұр ғой анау жел соқса болды. Негізі үйден шығармау керек осы санат. Оны айтып жатыр ғой. айтып жатыр ғой, жоқ, бер жағындағыларды көріп жүрміз ғой мына. Бер жағында жасады міне, бәленбай миллион шығарып отыр. Оның өзі кішкентай, ауылға келмейді. Бәрі сыртына төгіледі. Міне әсіресе міне көктемде сыртына төгіледі де, бәрі целлофанның бәрі бер жағында зиратқа келіп жиналады. Одан кейін әкім ай сайын Кім принимать етеді? ұйымдастырады. Сонда мынандай ұсыныс шығып отыр. Мына топырақ карьерді қалпына келтірмей, борттарды құлатпай, полигон ТБО-ға ауыстырайық деп ұсыныс шықты. Иә, ауылдың ұсынысы. Бір. Екінші, тағы да ауылдың айтқан осында бір өткен жолы жиналыста, мына жерде ана фонтанның үстіне туалет орнатып қойды, иә? Туалет орнатып қойды. Енді оның кісісі бола ма, оны кім жуып шайып тұрады, оның ана атқоттың бәрін кім шығарып тұрады? Бұл бәрі каш сервис деген сіздердің мына ДО дейді ғой бұрынғыдай. Қазір каш сервис. Сода бәрін тазалайды, бәрін етеді, ол бәрі мына жолды обслужить етеді. Мына жол со временем бұл не болып кетеді? Қазір емес, платный. Анада служащий персоналдар отырады. Әйтпесе ана жерде ерік болмаса. Конечно, бензин шығарады ғой, туалетке кіре алмай қалған. Бұл шығып болады және свинарник болып. Бәріміз кіре алмай қалмыз. Оны кеселі ар жағында ауыз суға кетеді. Сіздер есіне алған неден келе жатқанда қалбаттаудың мына жақта бізде стоянка бар ғой, туалет бәрі. Соның бәрін тазалап отырады ғой, күн постоянно. Жоқ, қалбаттаудың шыға бар ғой. Иә, сөйдер туалет бар, стоянка бар. Қалбаттаудың өзінде. Түгел жинап отырады ғой. Мусор машинаның үлкен контейнер тұр ғой. Ауыл тұрғындарына айту, дәл ана біздің ауыз су алатын жердің үстіне орнатып қойды. Неге бұл орнатылды? Бітті ағаш орнатуға болмай ма? Астында құдық тұр. Соны айтып жатыр. Оны енді проект бойынша оны ертелеу нету керек еді, оны менің жағым. Оны ешкімнен сұраған жоқ қой. Сұраған жоқ қой. Скважинаның өкпе тұсында. Енді хотя оны тазалап отыр, полигон. Тазаламаса әрине ананы талқан шығарады ауылдар. Мен ана жердің басы суға кетемін, даже үйге алып кетемін. Содан кейін мына неменен айтамын. Мен ана жолы бір малдан келе жатып атпен. Содан мына асфальт неге жарылып кетеді? Оны біз ауыстырып жатқанымыз ғой. Асфальт жарып жатқаны астында местами усадка беріп кеткен жерлер бар. Иә. Мен ана плакат тұр ғой? Иә. Плакаттан. Тура мына жер аттың астында ғана поворотқа дейін. Атпен келе жатып санам 1-1,5 сантиметр ашып кеткен. Асфальт. Көлденең. Бұлай көлденеңнің кәдімгідей тілініп кеткен. Ол ашылатыны. Мен просто Оның ашылатыны астында су қабаты жатыр. Біздікі 2 метрге дейін, 1,5 метрге дейін тоң жүреді. Ол любой нәрсені көтеріп опырып тастайды. енді ол келешекте анау машина көйіп кетпей ме? Енді ол болады. Жоқ, қазір ол жолдың сұрағы ғой. Карьердің сұрақтарын айта кетіңізші осы жерге мына. Карьердікі мөлшері болды енді, ағанікі дұрыс айтып отыр енді ол. Иә. Мынандай шешім бар, арыз жазу керек неге? Облыстың управленияға, жер қатынасты. Жер қатынасты. Иә, управление земельных отношений сондайға. Именно область. Сол карьерге тағы бір сұрақтарыңыз бар болса. Карьерге ешқандай қарсылық жоқ. Жауап кетсе бар. Иә. Сонда жиналысты аяқтайық. Енді шаруаның бәрін аяқтау керек қой. Иә. Қарсылық жоқ. Сұрақтармен талқылау аяқталса, онда назарларыңызға рахмет. Тыңдаулардың нәтижелері бүгінгі талқылаудан кейін айтылған ескертулер ұсыныстарды ескере отырып, қоғамдық тыңдаулардың хаттамасымен рәсімделеді. Осы тыңдауларда айтылған барлық мәселелер, ұсыныстар мен ескертулер бірыңғай экологиялық порталда, сондай-ақ тыңдаулар өткізілгеннен кейін Шығыс Қазақстан облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы мемлекеттік мекемесі интернет ресурсында 2 жұмыс күні ішінде қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидаларында көзделген мерзімдерде жарияланатын хаттамада көрсетіледі. Назарларыңызға рахмет.
Так, управлениеде сұрақ жоқ болмаса осы аяқтайық бәрін. Жоқ, управлениеде сұрақ жоқ, аяқтай беріңіздер. Все, аяқтап жеттік.